Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін тауықты пеште пісірудің рецептін сізге ұсынамын. Алдыменен ерітілген сары майға 1 шай қасық паприка қосамыз. Енді кептірілген сарымсақ қосамыз. Тұз қосамыз. Және де бұрыш қосамыздағы араластырып аламыз. Бұл біздің тауығымыздың үстіне жағуға арналған жаңағы сұйықтығымыз. Бұл тауығымыздың, яғни корочка болуына, қып-қызыл болып пісуіне өзінің күшті жаңағы септігін тигізеді. Кейін тауығымызды дайындап аламыз. Бұл менде ерітілді. Құрғақ жудым сыртын, міндетті түрде құрғақ етіп сүртіп алдым. Кейін осылай кисточкаменен үстіне осы жаңағы сұйықтығымызды толығымен жағып шығамыз. Яғни астына, үстіне, барлық жеріне жағып шығу қажет болады. Астына, арғы жағына да бүкіл жеріне, яғни қанаттарының астына барлығына жағып шығу керек. Толығымен бүкіл жеріне жағып шығасыздар. Енді жаңағы осы тауығымыздың қанаттарын яғни зубочисткаменен қадап қоямыз. Ол бізге яғни қанаттарының ашылып кетпей пісуіне жаңа көмектеседі. Сол себепті байлап қоюымыз қажет болады. Мен осылай екі қанатын, екі аяқтарын біріктірдім деді. Зубочисткаменен, яғни тіс шұқырғыш арқылы осылайынан біріктірдім. Екі қанаттарына дәл осылай етіп жасадым. Тіс шұқырғыш кішкентай болғандықтан шыны керек басында ыңғайсыздау болды. Кейін бірақ жасай алдым. Қанаттарында дәл сондай етіп жасайсыздар, яғни қанаттарында біріктіру керек. Енді осының жанына мен картоп дайындайтын боламын. Долькамен видеоға бар жаңағы соусы тауып алдым. Немесе майонез қосуға да болады. Оның үстіне яғни паприка, кішкене сарымсақ, аскөк қосып араластырып қоясыздар. Енді шыны керек бір жақсы әдіс арқылы пісіремін. Осындай бір пачка тұз аласыздар. Қазір сіздерге оны көрсетемін. Осындай. Оны жаңағы осы формаға мен противенге жасадым. Противенге азғантай мөлшерде себесіздер. Мен шамаменен жарты пачкадай септім. Қорықпаңыздар, ащы болып кетпейді. Тауық өзіне қажетті тұзды ғана бойына сіңіреді. Ащы болып кетпейді. Мен басында қорыққан едім, бірақ бәрі жақсы болды. Осылайынан үстін сүйеулеп жүріп, осының үстіне біз жаңа тауығымызды қоямыз. Тауық менің 1 сағаттай тұрғандықтан үстіндегі жаңа майы азғантай мөлшерде қатып қалды, бірақ ол ештеңе етпейді. Сары май ғой. Қазір жаңағы пешке салған кезде үсті жібіп, бәрі түзеліп жақсы болып кетеді. Енді жаңағы тауығымызды орнатамыз. Осы тұздың үстіне тауығымызды орнатамыз да шеттеріне картоптарымызды қойып шығамыз. Міне байқасаңыздар, үсті қатып қалғандықтан менде кішкене жиналып қалды, бірақ ол ештеңе етпейді. Қазір пешке салған кезде бәрі жақсы болады. Кейін оның шеттеріне жаңағы картоптарымды қойып шықтым да 180 градуста мен шамаменен 1 сағат 40 минут пісірдім. Қыздар, мен конвекция режимін қостым. Осылай қыздар күшті болып піседі. Мен шамамен 1 сағаттан кейін шетіндегі картошкаларын алып тастадым. Ал
тағы да 40 минут үстінен пісірдім. Осындай корочка менен күшті болып піседі қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер.